Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін дайындалу ерекше үнді мантысын әзірлейміз. Алдымен суымызға тұзымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеген кезде осылай міндетті түрде көп қылып басыңыздар. Сол кезде қамыр әдем болып шығады. Етімізді турап, картоп сәбіздерімізді ашып бітем дегенше қамырымызда жақсылап демалып қалады. Содан соң 4 бөлікке бөліп, жақсылап зуалап шығамыз. 4 пиала судан осындай орташа 4 зуала қамыр шығады. Енді осылардың барлығын жақсылап иілеп, қайтадан зуалаймыз. Бетін пакетпен жауып қоямыз. Барлығын тамағымызды дайындап бітем дегенше қамырда демалып, әдем болып дайын тұрады. Содан соң бірден осы мантаварканың ыдысына, астындағы кастрюліне майымызды құйып, қыздырып, үстінен етімізді салып қуырамыз. Яғни ет міндетті түрде осылай майда 4 бұрыш ет туралу қажет. Содан соң пиязымызды майда 4 бұрыш қылып етіп тураймыз. Кез келген тамаққа көп пияз салсаңыздар, әрине тамақ дәмді болып шығады. Жақсылап қуырылып жатқан етіміздің үстінен пиязымызды салып, тағы да қуырамыз. Яғни пияздың суы шығып, етке сіңіп, әдемі дәмді болып шығады. Жақсылап қуырылады. Содан соң сәбізімізді майда 4 бұрыш қылып етіп тураймыз. Яғни барлық заттарымыз майда етіп туралуы қажет. Қуырылып жатқан етіміз бен пиязымыздың үстінен сәбізімізді саламыз, тағы да қуырамыз. Жақсылап қуырылып болғаннан кейін тәтті бұрыш салыңыздар. Менде осындай мұздатылған, сосын көк шөп, сарымсақ салыңыздар. Және де томат пастасын салыңыздар да жақсылап араластырыңыздар. Сіздерге кеңес беремін. Осындай сезоны болған кезде көк шөптерді, тәтті бұрыштарды міндетті түрде мұздатқышқа сақтап қойыңыздар. Қыстың күні өте керемет, кез келген тамағыңа салып, дәмді қылып жасай бересің. Содан соң жақсылап қуырып болғаннан кейін үстінен суымызды құямыз және де тұзымызды саламыз. Сосын бетін жауып қайнатуға қоямыз. Суымыз қайнай береді. Оған дейін картопымызды жақсылап майда етіп, 4 бұрыш етіп турап дайындап қоямыз. Содан соң тамағымыздың үстінен саламыз. Мен осындай көп мөлшерде жасадым, себебі балдарым өте қатты жақсы көреді осы тамақты. Енді бетін жауып, жайлап қайната береміз. Ол қайнайым дегенше қамырымызды жаямыз. Қамырды жаямыз, әдемілеп, жұқалау етіп жаямыз. Содан соң үстінен май жағамыз. Осылай майды жақ болғаннан кейін үстінен екінші зуаламызды қоямыз. Осылай кезекпен барлық зуалаларды орналастырып шығамыз. Мен бұл жерде 4 зуала болды. Егерде үйлеріңізде адам аз болса, 2 зуаланың өзі жеткілікті болады. Содан соң мантаваркамыздың листін майлаймыз. Сосын видеодағыдай етіп, қамырдың барлығын кесіп шығамыз. Яғни сәл майдалау болса, жегенге де ыңғайлы болады және көрінісі де әдем болып тұрады. Енді ыдысымызға саламыз, яғни үстіне бір 3 қабаттай қылып салсаңыздар жеткілікті. Одан көп болса, қамырдың ортасы кішкене піспей қалуы мүмкін. Осылай барлық қамырларымызды салып шығамыз. Мінекей дайын болды. Яғни 4 зуаладан осылай 4 лист шықты.
Енді подливімізді бір көреміз. Дәл осы кезде тұзын, дәмін барлығын көріп шығамыз. Суы осы жерде ескеретін жағдай, суы аз да болмау керек, яғни көп те болмау керек. Көп болса подлив сұйықтау болып кетеді. Аз болса, қазір үстіне қамырымызды қойғаннан кейін жарты сағат тұрады ғой. Сол кезде астына жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан суы орташа көлемде болу керек. Яғни жарты сағатта кішкене су тартылады. Соны ескеріңіздер міндетті түрде. Енді жаңағы мантаваркаға салынған қамырымызды қоямыз да жарты сағат күтеміз. Видеом ұнап, пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де жақындарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Арнама тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге алдын ала көп рахмет. Мінекей тамағымыз да дайын болды. Яғни бір мантаваркада бірден жасай саламыз. Қамырымызды саламыз тарелкамызға, қасына подливімізді саламыз. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Бұны көбінесе балдар жақсы көреді. Егерде үйлеріңізде қарт кісілер болатын болса, оларға қамырыңыз бар, подливіңіз дайын тұр. Қамырдан сәл алып қалып, кішкене жайған кезде нан салма қылып, бөлек су қайнатып, үлкен қарт кісілерге берсеңіздер болады. Яғни балдарыңыз да мәз, қарт кісілеріңізде тамақтарын жақсылап, рахаттанып жеп алады. Қамырды осылай майда қылып турасаңыздар, жеуге де ыңғайлы, яғни көрінісі де өте әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әсермен бөлісіңіздер.